Армысыздар, 24 KZ арнасында сұхбат бағдарламасы. Студияда мен Жансая Қожахмет. Қымбатты көрермен, заң мен тәртіп қағидасының аясында өмір сүріп отырған құқықтық ортада әлбетте заманауи құқықтық білім турасында әңгіме өрбіткен абзал. Бүгін дәл осы тақырыпты талқылаймыз. Талқылау үшін, тарқату үшін студиямызға шақырған қонағымыз да бар. Таныс болыңыздар. Бүгін біздің төрімізде Жоғары сот кеңесі жанындағы Сот төрелік академиясының профессоры Ержан Ошақбайұлы Егембердиев. Қош келдіңіз. Қош келдік. Ержан Ошақбайұлы, сонымен 2024 жылдан бастап академия Жоғары сот кеңесінің қарамағына берілді. Бұған дейін Жоғары соттың тұсында болатын академия. Не айырмашылық бар? 2 жылда қандай айырмашылықты көре білдіңіздер? Білімді, білікті кадр даярлауда. Ең алдымен әрине осында сұхбат беруге шақырғандарыңызға рахмет. Сұрағыңызға да рахмет. Расында біз 2016 жылдан бері академия жеке дербес жоғарғы оқу орнында құрылған. Содан бері міне біз бүгінгі таңда 10 жылдығымызды атап өтіп отырмыз. 10 жылдың ішінде алып қарасақ 8 жылы жоғары сот қарамағында болғанбыз. 2024 жылдан барып бері біз қазір жоғары сот кеңесінің жанына ауысқан болатынбыз. Бұл ауысу өзі мемлекет басшысының тікелей халыққа жолдауында айтып кеткен 22 жылы, іс жүзінде 24 жылы жүзеге асырылды. Содан бері көптеген өзгерістер бізде орын алды. Егер біз оған дейін классикалық тұрғыда судьялардың жаңағыдай білімдерін артып, судьяларды іріктеп және ғылыми жұмыспен айналысып келетін болсақ, бүгін таңда осы 3 бағыт бойынша көптеген өзгерістер болды. Бірінші өзгерістер айтатын болсақ, мынау білім беру саласы бойынша. Енді академия бұл судьяларды дайындайтын білім ордасы. Бұл республикада жаңғыз білім ордасы сондай. Себебі сот біліміне байланысты ешқандай Қазақстанда өзге жоғарғы орны жоқ. Осы бағыт бойынша жоғары сот кеңесінің айтқанда жетекшілігімен, яғни оның төрағасы Малақов мырзаның жаңа қолдауымен біз қазір таңда жоғарғы оқу орнынан кейінгі білімнің барлық циклын қамтыған боламыз. Бұл магистратура және докторантура. Оның өзі 2 бағыттары бар әрқайсының. Бейін магистратура, бейінді және ғылыми педагогикалық бағыт бойынша. Сонымен қатар қарасаңыздар, магистратура бойынша 2 бағыт, докторантура бойынша 2 бағыт. Толық жаңағы цикл аяқталды қазір бүгін таңда. Екінші жаңағыда судьялар біліктілігін артамыз. Қазақстан бойынша судьялардың және сот жүйесінде қызметкерлердің біліктілігін артамыз. Оларға байланысты өзінің арнайы мерзімдер де бар. Мысалы судьяға біз 2 апталық жаңа білім арту курстарын ұйымдастырамыз. Сот жүйесінің қызметкерлерге 1 апталық. Осы 2 апталықтың курстары бойынша қазір күрделі бағдарламасы өзгерді. Себебі біз көріп отырық, қазіргі мемлекет басшысының айтқанда әділетті Қазақстан қағидатын жүзеге асыру бойынша заң мен тәртіп деп отыр онда. Соған байланысты судьяға қойған талаптар да өзгерді. Яғни бізде қазір мамандырылған судьялардың жұмысына ерекше назар аударылып отыр. Осы 2 апталық бағдарламаларын біз өзінара жаңа өзгертулер енгіздік. Соған байланысты жаңағыда шақыратын біздің оқитын дәріс берушілердің құрамы да өзгерді. Тек қана қазір ғылыми қызметкер емес, сонымен қатар жаңа халықаралық ұйымдардың жаңа сарапшыларға келеді. Сот жүйесіндегі тәжірибелі білікті судьялар тартылады. Оларды өз тәжірибесін бөлісіп алмасу үшін жаңағыдай мынау судьяларға. Енді бұл курстар жергілікті соттарға арналған. Жоғары соттар емес, тек қана жергілікті соттар, яғни бұл аудандық оған теңестірген және облыстық оған теңестірген соттардың қатарында. Осыған байланысты жоғары сот кеңесі бұл конституциялық орган ғой, судьяларды іріктейтін. Сондықтан біз олардың бірігуі арқылы қазір таңда бағыт-бағдарды өзгерткеніміз жаңа форматтағы судьялардың дайындауына байланысты және қазіргі заңнамалық өзгерістер, одан кейін жаңағыдай қоғамда болып жатқан өзгерістерге байланысты бейімделіп келетін судьялардың біліктілігін арту мәселесі қолға алып отыр. Бөлетін болсақ, ол жерде әртүрлі. Ол бірінші жаңағыдай істер қарайтын судьялардың бағыты бойынша. Азаматтық істер қарайтын судьялар бөлек, әкімшілік істер қарайтын судьялар бөлек, қылмыстық істер қарайтын судьялар бөлек дегендей, құқық бұзушылық істер қарайтын әкімшілік құқық бұзушылық істер судьялардың, сот ісін жүргізудің 4 түрі бойынша бөлек. Одан кейін жаңағыдай судьялардың осы сот жүйесіне келуіне байланысты 1 жыл судья болуына бөлек,
және одан тәжірибелі судьяларға бөлек. Үшінші бағыт жаңағыда деңгей бойынша. Ол жаңа аудандық судьялар, одан кейін облыстық судьялар. Және төртінші бағыт бізде судьялар бар, өкінішке орай әрине. Ол бар, жоқ емес шешімдері жаңа өзгертілген және бұзылған. Белгілі себептермен заңды тұрғыда жаңа қайта жоғары тұрған сот қараған кезде шешімдерін өзгертеді, бұзады. Сол жағдайда олардың да жаңағыдай ол категория судьялар да бізге біліктілігін артуға келеді. Соның бағдарламасы бізде жаңартылған, жаңа форматта. Әр категорияға әртүрлі бағдарлама әртүрлі бағдарламалар. Әртүрлі бағдарламалар, әртүрлі жаңағы дәріс берушілер тартылады, сол тақырыпқа сәйкес. Қазір мысалы мынау айтқанда ақпарат құралдарына байланысты судьялар жаңа стресске ұшырауы өте көп орын алып жатқан жағдайлар бар, жоқ емес. Соған байланысты судья қалай өзін бейне камераның алдында, көпшілік алдында өзін қалай ұстау керек, қалай қызметін дұрыс атқару керектігіне байланысты біз бөлек курстар өткізіп жатырмыз бұл форматта. Халық арасында тарап кеткен резонанс тудырған жағдайларды қарастырғанда соттың мінсіз беделін сақтап қалу үшін жасалып отыр бұл. Соған байланысты бөлек курстар өткізіп отырмыз. Себебі қазір біз қоғамға ашық сот бейнесін көрсетіп отқаннан кейін, бұны білесіздер өздеріңіз, жаңағыдай соңғы 3 жылдан бері судьялар барлық істерін жария түрде, болмаса жаңағыдай онлайн форматта көрсетеді халыққа. Халық оны көреді кәдімгідей. Қалай болып отқан, қалай өрбіліп, қалай шешім аяқталғанын мысалы көріп отырады. Сол кезде судья істі қалай жүргізеді. Оған ерекше назар аударылады. Ол себебі төрағалық етуші іс бойынша. Сондықтан ол төрағалық ететін істі қалай жүргізу керек. Тіпті оның даусының дірілдемеуіне дейін. Солай, бәріне назар аударылады. Назар аударылады. Екінші бағыт, қазіргі президент айтты ғой, жасанды интеллект, цифрлық біліктілікке байланысты назар аударуда. Сол жағынан да судьялардың жаңағыда цифрлық қазіргі қоғамға байланысты технологияларын жұмыс жасап білу. Әрине сот жүйесіне өзіне байланысты бағдарламасы бар. Сот төрелігі бағдарламасы бар, онда қолданады. Сонымен қатар жасанды интеллектті де мысалы қолдану қазір бар сот жүйесінде. Соны жетілдіруіне байланысты. Жаңадан келген судьяларға үйрету және бұрын компьютермен жұмыс істемей үйренбеген судьяларға байланысты соны күшейту дегендей мысалы. Сондай да әдістемелік жаңағы оқу бағдарламалары бар. 2025-2027 жылдарға арналған академияның тұжырымдамасы бар екен. Енді өзіміз әңгіменің басында айтып отырмыз. Жоғары соттың қарамағынан, жоғары сот кеңесінің қарамағына өткеннен кейін академияның өзі мына 2 жылдан бері жаңа кезеңі деп аталып жатыр. Бұл жаңа кезеңдегі мына жаңа тұжырымдамаларыңызда екпінді қайда қойдыңыз? Екпінді негізгі барымызды жақсы білеміз. Сот жүйесі не үшін керек екен? Сот жалпы судья не үшін керек екен бәріміз білеміз. Ол жаңағыдай адамдардың, ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғап беру. Сол бағытқа сай, яғни қоғамның да сенімін арттыру үшін біз сондай жаңа форматтағы судьяларды қазіргі таңда дайындау үстіндеміз. Және қазіргі қызмет атқарып жатқан судьялардың да біліктілігінің артуына байланысты осы фокусқа қарай жаңа бейімдеп біз жаңағыда оқу бағдарламаларын өзгертіп жұмыс жасап келеміз. Негізі сот болам, судья болам деп құлшынып қарым қабілетімен біреудің айтқанымен емес, өзінің түйсігімен келген жандардың қатары қалың. Қазір кадр тапшылығы жоқ па сіздерде? Бізде соңғы 2 жылда жоғары сот кеңесі өзінің қазір жұмысын өздеріңіз байқасаңыздар өте ашық жүргізіп жатыр. Бүкіл жаңағыдай келем деген, шағым берем дегендерін бәрін қабылдап, ол туралы жариялап та жатыр. Біздің ақпарат құралдары арқылы. Сондықтан бұрынғыдан қарағанда тапшылық бұрында 300-150 тапшылығы, қазір бұрындан да ол 100-ге төмендеді. Жыл сайынғы жаңағыдай бос орынға байланысты. Енді бұл бос орынды кез келген судьямен айырбастыру болмайды. Ол жерде жаңа іріктеу процесі бар. Іріктеу процесі өте былай айтқанда бірінші кезеңнен тұрады. Жалпы айтқанда 5 кезеңі бар. Оның ішінде тест бар, кей шешу бар. Одан кейін жаңағыдай эссе жазу бар, одан интервью деген бар, собеседование, яғни көп кезеңдерін бәрін қамтиды. Сол кезде жаңағыдай сот жүйесінде қазіргі таңда лайықты судьяларды айтқанда таңдап, оларды іріктеп тағайындау. Осы жұмысқа байланысты академия жоғары сот кеңесінің қарамағына өтуіне өте дұрыс болды. Себебі жоғары сот кеңесі конституциялық орган ретінде осы іріктеу саласына байланысты академия бағыт бағдарын белгілеп отырады. Төрағасы бүгінгі таңда Малахов мырза
тікелей осы бағыт бағдарға жаңа айтып отқанымыз біздің концепциямызды бекітіп берген болатын. Осы концепция аясында біз 3 жылға қабылдағанбыз. Бірақ ол 25-тен 27 жылға дейін концепция әлі тағы 1 жыл бар. Бірақ бүгінгі таңда 2 жыл ішінде біз оны орындап тастадық. Жеткізбей, мерзімінен бұрын жеткізбей біз оны орындап тастадық. Олардың жаңалықтарының ішінде жаңағыдай мысалы судьяларға байланысты айтып тұрмыз, қатары қалың ба деп. Иә, қалың. Бүгінгі таңда мысалы біз осы шілденің 1-нен бастап, маусымның 1-нен бастап шілденің 29-на дейін біз қазір судьялыққа оқуға қабылдау процесс басталады 2 айдың ішінде. Сол кезде соңғы айтқанда 3 жылдың ішінде бір орынға 10 адам келеді жалпы. Демек, бәсеке бар. Бәсеке бар. Одан бөлек судьялардың өздеріне байланысты оларда талап бар, ішкі талап, 3 жылда бір рет жаңарттыру білімін. Енді біз жалпы 3000-ға жуық судья бар десек Қазақстанда, бүгінгі таңда академияның қабырғасында біліктілігін артқан, айтқанда сол судьялар 3 рет үлгерді айналымда өтуге, біліктілігін арту үлгерге. Ағында жаңа буын судьяларының форматында біз 10 жылдығымызға тойлап отырсақ, 600-ға жуық біздің түлектеріміз бар. Ол жалпы әр 3-ші судья біздің түлегіміз деп айтуға болады сот жүйесіндегі. Ержан мырза, жоғарыда сіз академияның қабырғасында қазір толық циклды қамтимыз дедіңіз, магистратура да бар, докторантура да бар. Қазір мен қарап отырсам, академияда референдиат институты да енгізілді. Жаңағы сайттыңызда судьялыққа конкурс қатысушылардың қатары ұлғайып келе жатқан, соған дәлел сол референдиат. Бұл қосымша институт. Бұл судьялыққа жаңағыда кандидаттарды іріктеудің, оларға дайындалуға көмектесуші құрал. Біз өз академиямызда жаңағыда мемлекеттің гранты бойынша дайындайтын өзіміздің елдеріміз бар, магистранттарымыз бар. Одан бөлек судьялыққа барам деген адамдар, олар біздің академияға келіп өтініштерін білдірсе, біз осы референдиат арқылы оларды осы магистранттарға беріп отқан бағдарлама бойынша оларды жаңағыда білім беріп, судьялыққа тапсыруға айтқанда көмек ретінде осында айтқанда институт қолданамыз. Демек, бұл магистратурадан, докторантурадан бөлек? Бөлек институт. Ол институтты жетілдіру мәселесі қолға алынып отыр. Себебі онда референдиатта әр адам өзі таңдауға құқысы бар. Мысалы, заң саласындағы қызмет ететін мамандар өте көп. Адвокаттар, ол жаңағыда жеке сот орындаушылар, нотариустар бар, заң консультанттары бар, корпоративтік сектордегі заңгерлер бар, акиматта жүрген заңгерлер бар. Барлықтар егер судьялыға барам десе, оларға жаңағыда бірден жалпы тәртіп бойынша жоғарғы сот кеңесіне баруға мүмкіндігі бар. Бірақ оған дайындық керек десе, осы референдиатты қолдану арқылы біздің академияға келіп, мысалы өтініш білдірсе, біз оларды 1-2 айдың ішінде бағдарлама сәйкес дайындаймыз. Бұл сонда кәсіби бағдар сияқты ғой, иә? Өздері таңдайды, бірақ өздері таңдайды. Мысалы, корпоратив сектордегі ол азаматтық құқықты жақсы меңгерген, бірақ қылмыстықтан шамалы. Сонда ол жаңағы біздің бағдарлама ішіндегі тек қылмыстық бағдарламаны қабылдайды да, сол бойынша ғана білімін жетілдіреді. Бұл жаңағы жоғарыда айтқан қарым-қабілетке байланысты ғой, иә? Егер қарым-қабілеті азаматтық істерге қатысты болса, болмаса жүрегі соған қарай, бүйрегі соған қарай бұрып тұрса, онда осы саланы меңгерген абзал деп шешім қабылдайсыздар, иә? Көп рахмет уақыт бөліп келгеніңізге. Сұхбаттың барысында мен сізден сұрамай, бірақ сіз айтам деп оқталып келген мәселе қалып қойған жоқ па? Академия болғаннан кейін, өз академия әдетте әр адамның өзін үйлестіретіні ол жаңа ғылыммен байланыстырады. Бұл салаға бойынша да бізде жетістіктер бар бүгінгі таңда. Біз ғылыми зерттеу саласындағы субъект ретінде танылдық. Ол да осы 2 жыл ішінде айтқанда қол жеткізген жетістіктердің бірі. Сонымен қатар жаңағы бізде арнайы өзіміздің журналымыз жаңа форматта ашылған болатын. Онда да жаңағыда ғылым зерттеу жұмыстарын жүргізуіне байланысты әр автор өздерінің жаңағыда зерттеу нәтижелерін мысалы апробация жасауға болады. Сонымен қатар мынау теорияны практиканы үйлестіру болу керек қой. Тек қана мысалы тек қана практиканы бағыттанып теория болмайды. Теория не үшін керек? Теория жаңағыда адамның құқыққа деген терең білімін ұлғайту үшін керек. Екеуі бір-бірімен сабақтасып жатыр ғой. Сабақтасып жатыр, иә. Шешімді шығару үшін арнайы мәдениеттілік те керек. Оны терең түсіну керек. Ол үшін жаңағыдай біз осы курстар арқылы жеткіземіз болашақ судьяға және қазіргі таңдағы қызмет еткен судьяларға. Һәм теория мен тәжірибе арасындағы теңгерімді сақтай білген абзал. Көп рахмет сізге уақыт бөліп келгеніңізге, бізге және бізді көріп отырған көрерменге өте пайдалы, тұшымды сұхбат болды.
еңбектеріңіз елене берсін. Рахмет. Көп рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Қымбатты көрермен, 24 KZ арнасынан сұхбат бағдарламасын көрдіңіздер. Мен сіздермен қоштасам, аман болыңыздар, бар болыңыздар. Бүгінге осы.